Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum құрметті қадірлі бауырларым. Аллаху Субхану ва Таала Рамазанда тұтқан оразаларымызды, оқыған намаздарымызды Раббimiz қабыл етсін. Құрметті бауырларым, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ораза айт жөнінде мәлімдеме жасады. Ол мәлімдеменің толық нұсқасын муфтият кезеттен оқысаңыздар болады. Бәрімізге белгілі, Абу Ханифа мазхабында айт намазын оқу ол уажib. Аллаху Субхану ва Таала Құран-ы Кәримде айтады: "Валитукаббируллаху ала ма хадакум". Өздеріңді тура жолға салған үшін Алланы ұлықтауларыңды қалайды дейді. Және де пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өмір бойы бұл айт намазын қалдырмаған, және де жұртшылыққа оқуды бұйырған. Айт намазының шарттары жұма намазының шарттары сияқты. Ол жаңағы имам болу керек, жамағат болу керек, адамдардың келуіне бүкіл мүмкіншілік болу керек, айт намазы оқыла тұрған жерге рұқсат беру керек. Мынау індетке байланысты, құрметті бауырларым, биыл айт намазы оқылмайды. Айт намазы енді жамағатпен оқылмаса, оны үйде де оқуға болмайды. Өйткені ол шарттардың барлығы толық емес. Енді біз айт күні не істейміз? Құрметті бауырларым, жақсылап ғұсылымызды, дәретімізді алып, сәресіде біз ауызды бекітпейміз. Айт намазы бұл фитр, ауыз ашық болу керек. Бүгін бізге тамақ жеуге тыйым салса, Аллаху Субхану ва Таала айт күні аузымызды бекітуге тыйым салады. Құрма ма, мейіз ба жеп, таң намазынан кейін, мынау күн найза бойы көтерілгеннен кейін біз духа намазын оқысақ болады. Бұған дәлел ұлы сахабалардан Абдулла ибн Масуд, Али радиаллаху анху айт намазын оқи алмаған адам бұл 4 ракат немесе 2 ракат духа намазын оқуға рұқсат берген. Осыны дәлел қылып, Абу Ханифа мазхабында да айт намазын өткізіп алған адам 2 ракат немесе 4 ракат духа намазын оқиды. Бұл нәпіл намаздар. 4 ракат намазды мына Құран жаттаған бауырларымыз бірінші сураға Саббих исма раббикал а'ла, екіншіге уаш-шамсты, үшінші уал-лайли иза яхша, төртіншіге уад-духа сурасын оқыса болады. Бұны 2 ракаттан немесе 4 ракат қылып та оқуға болады. Оны білмеген бауырларымыз басқа кез келген сураларды оқиды. Аллаху Субхану ва Таала бәрімізді айттан айтқа, Рамазаннан Рамазанға аман есен жеткізе берсін. Оқыған құлшылықтарымызды Аллаху Субхану ва Таала қабыл қылсын. Елімізден және де бүкіл ислам әлемінен, бүкіл әлемнен бұл індеттерді кеткізіп, барлығымыз иншалла 5 уақыт намазға, жұма намазға жинала беруімізді Аллах Тағала нәсіп етсін.